Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін бел ауруын үй жағдайында қалай емдеуге болатынын айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріп лайк басуды ұмытпаңыздар. Орта жасқа таянған адамдардың көбі ара-арасында ауыр зат көтере қалса болды. Белім ауырады деп айтатын жиі естиміз. Біреулер үшін бұл жай сылтау шығар, алайда біреулер үшін бұл ақиқат. Себебі аурудың негізгі себебі омыртқа сүйектерінің арасындағы жілік майының тарылуында. Ауру асқынған жағдайда адам ауыр зат көтермек түгіл орнынан қозғала алмай қалады. Бұндай жағдайдың алдын алу үшін күнделікті жаттығулар жасап тұру керектігін бәріміз білеміз. Алайда іс жүзінде оны орындайтындар бірен-саран. Сондай жалқаулау адамдар үшін келесі қызықты әрі жеңіл жаттығу түрін ұсынамыз. Құлақ қалқанынан массаж жасау. Құлақ қалқанында адам ағзасына емдік әсер етуге болатын көптеген нүктелер бар. Сондықтан құлағымызды уқалау арқылы ішкі мүшелерімізді қалпына келтіруге болады. Массаждың ұзақтығы 3-5 минут. Күнде кешкі уақытта жасап тұрған абзал. Ыңғайлы орындыққа отырған күйі бас және сұқ саусақтарыңызбен құлақ қалқанының төменгі тұсынан бастап шеткі жағымен жоғарғы қарай. Одан соң қайтадан төмен қарай жылжып отырып уқалаңыз. Бұл массажды 5-6 рет жасау керек. Массаж кезінде саусақтарымыз спираль секілді айналмалы қимылдар жасау керек. Немесе екі саусағыңызбен екі жақтан қысып басу арқылы массаж жасауға болады. Енді дәл осы жаттығуды құлақтың шетіне емес, ортасына қарай жасаңыз. Бұнда да төменнен жоғарыға, одан соң қайтадан төменге саусақтарымызды айналмалы қимылдармен жылжытып отырып жасаймыз. Одан соң сұқ және ортаңғы саусағымызбен құлақтың айналасындағы бас терісіне айналмалы қимылдармен массаж жасау керек. 7 рет алға және 7 рет артқа жасау керек. Енді алақанымызбен құлақты басымызға қысып, тағы да айналмалы қимылдар жасау арқылы құлақты 20-30 секундтай уқалаймыз. Егер массаждар дұрыс жасалған болса, құлақ қызарып, жылылық сезілуі керек. Массаждан кейін 10 минуттай тынығуға кеңес береміз. Білезікке арналған массаж. Екі алақанымызды 20-30 секундтай бір-біріне ысқылаймыз. 2-3 секундқа қолымызды жұдырық қып түйеміз де босатамыз. Осыны 5-6 рет қайталау керек. Оң қолымыздың бас және сұқ саусақтарымен сол қолымыздың саусақтарын айналмалы қимылдармен уқалап шығамыз. Одан соң оң қолымыздың саусақтарында сөйтіп уқалаймыз. Әр саусақты 5 рет уқалау керек. Достар, осымен видеоның соңына да келіп жеттік. Видео сіздерге ұнады деген ойдамын. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.